Аударып айтқан аққу. Мен 1 жыл бұрын арғы әжем қайтыс болатын. Біз оған қатты қайғырдық. Әсіресе анам қайғырды, өйткені анамның жақсы араласатын әжейі еді. Және де біз көп күн өткеннен кейін столдан тиын көрдік. Анам бұны көріп жылап жіберді, ал мен мән берген жоқпын. Мен анама: "Не үшін 1 тиынға бола жылап жатырсың?" дедім. Ал анам болса: "Егер де өлген адам сенімен сөйлескісі келсе, онда ол тиын жібереді" деді. Бірақ маған ютубтағы елестер елестеді. Бұл мен ютубтан көрген, маған ол қызық болды. Бірақ мен әр жерде тиын көре бастадым. Мектепте де мен сәл қорқа бастадым. Және де мен құрбымның үйінде демалғанда да тиын көрдім. Және де мен анаммен көлікте кетіп бара жатқанда: "Анашым, мен әр жерде тиын көре жүрмін" деді. Оны естіген әжем маған тиын жібермеген сияқты. Өйткені менің қорқып жүргенді әжем естіген сияқты болды. Мен бұдан да басқа үйде қорқыныштылар болды. Мен компьютер істеп отқанда менің артымда біреу жүрген сияқты болды. Бірақ та артыма қарағанда ештеңе болған жоқ. Одан кейін қайтадан біртүрлі дыбыстар шыға бастады. Мен қорыққаннан бөлмеме жүгіріп кіріп кеттім. Егер де әжем маған тиын жіберсе, жібере берсін. Мен әжемді сонда да қатты жақсы көремін. Мен әжемді қатты сағынамын. Тыңда, осы видеоны істеп болғаннан кейін менің компьютерімнің алдында осындай тиын жатқан болатын. Және де одан кейін жерде де тиын жатқан болатын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпа.